Білектің ауырсынуы бұл өте жиі кездесетін науқастардың шағымы. Мұндай синдромның пайда болуының көптеген себептеріне байланысты оны ажырату қиын. Ауырсыну себептері: қолдардағы ауырсынуды көбінесе мамандығына байланысты қолдарын бір позицияда ұстайтын адамдарда жиі кездеседі. Олар стоматологтар, музыканттар, программистер, таксистер, мұғалімдер. Ұзақ уақыт қолды бір қалыпта ұстап тұру және бір қалыпты жүктеме шынтақ білезік буынындағы қан микроциркуляциясының нашарлауына және оның қоректенуінің бұзылуына әкеледі. Нәтижесінде шеміршек икемділігін жоғалтады, деформацияланады және ауырады. Білектің ауырсынуы жарақаттар мен буынның шығу салдарынан болуы мүмкін. Жерге құлағанда немесе жоғары физикалық белсенділіктен соң сіңір талшықтарының созылуы мен жыртылуын тудырады. Ауырсыну жиі ісінумен және буындардың қозғалыштығының төмендеуімен бірге жүреді. Білек ауырсынуы мына аурулардың пайда болуын көрсетуі мүмкін: жүректің ишемиялық ауруы, миокард инфарктісі, жүйелі қызыл жегі. Сондай-ақ келесі аурулардан туындауы мүмкін: подагра, остеоартрит, артрит, остеохондроз. Адекватты ем болмаған жағдайда буындағы патологиялық өзгерістер қайтымсыз болып, ол қызметінің жоғалуына әкеледі. Қолдардағы ауырсыну түрлері тұрақты және мерзімді ауырсыну болып бөлінеді. Ауырсыну әрқашан болуы немесе белгілі бір жағдайларда дамуы мүмкін. Сонымен, жарақаттанған қолды басқанда және буынды жылжытқанда ыңғайсыздық жиі сезіледі. Ал қабыну немесе дегенеративті процестер кезінде ауырсыну бірнеше сағаттап болуы мүмкін. Қолайсыздық жеңіл немесе ауыр түрде өтеді. Қолдың жану сезімі әдетте шыдамайтын ауырсыну табиғаты подагра кезінде болады. Туннель синдромы үшін тұйық ауырсыну тән. Ауырсыну синдромы бір қолда немесе екі қолда да бірдей болуы мүмкін. Сол қолдағы ауырсыну жиі жүректің ишемиялық ауруына тән. Подагра кезінде оң қолдағы ауырсыну сезімі белгілі уақыттан соң сол жақ аяққа таралады. Бірақ ауырсынудың себебін тек оның сипаты немесе орналасуы бойынша анықтау мүмкін емес. Өйткені әртүрлі аурулардың белгілері ұқсас болуы мүмкін. Мысалы, білектің бүгілуіндегі ауырсыну жарақаттардың салдары және жүйке мен жүрек қан-тамыр жүйесінің патологиясының симптомы болуы мүмкін. Осыған байланысты адамға ауырсыну туралы қандай дәрігерге хабарласу керектігін білу қиын. Мұндай жағдайларда терапевттен бастау керек. Емдеу: қолдың ауырсынуы жеке ауру емес, симптом болып табылады. Сондықтан емдеу ауырсынуды басатын және майларды қолданумен шектелмейді. Бұл әдістер ауырсынуды уақытша ғана азайтады, бірақ олардың себебінен құтылмайды. Нәтижесінде ауру дамиды. Бұл қозғалыштықты жоғалтуға және бірлескен деформацияға әкеледі. Қолдардағы ауырсынуды емдеудің негізгі әдісі заманауи кинезотерапия. Мұндай емдеу ыңғайсыздықты жойып қана қоймайды, сонымен қатар қан айналымын қалыпқа келтіреді, қабынуды жеңілдетеді және зардап шеккен функцияларды қалпына келтіреді. Кинезотерапияда қолданатын жаттығулар қарапайым, қолжетімді және іс жүзінде ешқандай қарсы көрсетілімдер жоқ. Гимнастиканың арқасында буын тіндерінің қан ағымы жақсарады, оның қозғалыштығы артады, қолдың қаттылығы мен кернеуі кетеді. Алдын алу: қолдардағы ауырсынуды болдырмау үшін келесі ұсыныстарды орындау керек. Қолдардың жарақаттануына жол бермеңіз. Спортпен айналыспас бұрын денені толық қыздырып алу қажет. Суық мезгілде қолғап киіп жүріңіз. Жиі гипотермия қолдың кішкентай буындарына теріс әсер етеді және қолдардағы артрит пен ауырсынудың дамуын тудыруы мүмкін. Қол жаттығуларын жасаңыз. Бұл міндетті түрде физиотерапия кешені емес. Қолыңызбен қалыпты айналмалы қозғалыстарды жасап, мезгіл-мезгіл саусақтарыңызды, қолдарыңызды және білектеріңізді созу жеткілікті. Білек кеңейткіштерін пайдаланыңыз. Физикалық шамадан тыс жүктемелерден аулақ болыңыз. Мысалы, компьютерде ұзақ уақыт жұмыс істегенде қолдарыңыз үшін арнайы жастықшаларды пайдалану ұсынылады. Сондай-ақ монотонды жұмыс кезінде үзіліс жасаңыз. Үнемі медициналық тексеруден өтіп, қатар жүретін ауруларды бақылаңыз. Шағымдар болмаған жағдайда да жылына бір рет органның сараптамасынан өту керек. Асқынулардың дамуын күтпеңіз. Жайсыздықтың алғашқы белгілерінде медициналық көмекке жүгініңіз. Жаман әдеттерден бас тартып, дұрыс диетаны ұстаныңыз. Кофеин мен темекі қан тамырларын тарылтады. Аяқ-қолдардың бірлескен тіндеріне қан беруді шектейді. Алкоголь остеопороздың даму қаупін арттырады. Витаминдердің жетіспеушілігі дененің қорғаныс функцияларын төмендетеді. Осы ұсыныстарды орындау көп күш жұмсамайды және саусақтарыңыз бен қолдарыңыздың қозғалыштығын және жалпы денсаулықты сақтауға көмектеседі. Кез келген ауруды ерте кезеңдерінде емдеу оңайырақ, ал асқынған жағдайда қиын. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып коммент қалдырыңыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс. Дендеріңіз сау болсын. Келесі кездескенше.